Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай жазда таптырмайтын сусын, өте дәмді, салқындатып ішсеңіз шөліңізді басатын көжені дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі күріш. Мен 1 кесе күріш алдым және 15 литр су керек болады. Мен көп қылып жасадым. Тұзды қалауыңыз бойынша саласыз. Мен 3-4 қасық саламын және жақсылап тазаланып жуылған күрішімізді судың үстіне саламыз. Осылай салып болғаннан кейін газге қойып қайнататын боламыз. Енді қайнай бастаған кезде осындай көбіктер шығады. Бұл бізге керек емес, алып тастаймыз. Бұл өте лас. Осылай күрішіміз қайнаған бойдан піседі. 5 минуттың ішінде қайнап күріші піскеннен кейін алып 2-3 сағатқа суытып қоямыз. Біздің күрішіміз бен суымыз суығаннан кейін шұбат құятын боламын. Немесе сіз дүкендегі кефирді құйсаңыз да болады, құрт салсаңыз болады, тан құйсаңыз болады. Мен түйенің шұбатын құятын боламын. Осы әдіспен өте керемет болып шығады. Барлығын араластырып, холодильникке салып салқындатып ішеміз. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте оп-оңай әрі қарапайым. Әсіресе түйенің шұбатымен өте керемет болып шығады. Салқындағанда шөліңізді басады. Негізі бидайдан, жүгеріден де жасасаңыз болады. Рахмет.